Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай керемет әдемі күрішпен дайындалатын тағамның түрін көрсеткім келіп тұр. Өте қарапайым әрі тез дайындалады. Мен видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық салмалының заттарын, көкөністерін дайындап алдым. Мен күрішімді жуып, үстіне тұз салып, оның үстіне қайнаған су құйып қоямын. Сол кезде күрішіміз жабыспайтын, әрі дара-дара болып, әдемі болып шығады. 5-10 минутқа қойып қоясыздар. Мынау салмасына дайындаған заттарым мен өте жеңіл әрі тез дайындалу үшін осындай үйдегі құс етін пайдаландым. Салмасын көріп тұрғандарыңыздай барлық затты бірыңғай пішінге тураған өте әдемі көрінеді. Өстіп табамызды қыздырып, үстіне май құямыз. Майымыз майда болса болады, сары майда болса болады, екеуін араластырып алсаңыздар да болады. Күріштің суын төгіп, осылай саламыз қызып тұрған майымызға. Осылай араластырып қуырамыз. Күріштің бойынан суы кетіп, өзі шытырлап, күріштің дайын болған уақыты белгілі болады. Дайын болған кезде қасымызға бір сотейникке су қойып қоямыз. Күрішімізді қуырып болған соң қайнаған суды қосу керек. Үстіне тұз салып, осылай қуырып болғаннан кейін тұз салып, су құярдың алдында бір араластырып жіберіп, одан кейін су құйған дұрыс. Күрішке осылай суды құйып, жақсылап араластырамыз. Күрішке құйған су күріштің бетінен бір елідей шығып тұрғанын жақсы. Өйткені күріш қаттылау болмау керек, жұмсақ әрі дара-дара болып піседі. Сосын күріштің бетін бірден жауып тастауға болмайды. Осылай суы сырқылғаннан кейін барып бетін жауып, астын жай отқа қойып қойыңыздар. Міне, қараңыздар, суы сырқылып әдемі болды. Енді осы сәтте бетінің қақпағын жауып, астын жай отқа қойып қоямыз. Табамызды қойып, майымызды құйып, енді салмамызды дайындауға кірісейік. Мен міне осылай құс етін пиязбен бірге тез пісетін үшін пиязбен бірге қуырып жіберемін. Міне, қуырылып, 5-10 минут қуырылған кезде барып, үстіне сәбізді саласыз. Міне осылай сәбізіміз жұмсарған кезде тұзы, перес,
паприкамызды үстіне саламыз. Осылай енді картопымызды қуырып алайық. Міне картопымыз қуырылып жұмсарды. Енді біз тез дайын болатын көкөністерімізді саламыз. Мен мына кабачки, баклажан, перец осылай әдемілеп турап саламын. Өте дәмді, көзге де тартымды, тәбетіңді ашады. Өте дәмді болады, ерекше. Міне бір қызанақты, сосын томат пастасы болса томат пастасы, болмаса үйде жапқан салаттарыңыз болса қызартуға салатымыз саламыз. Күрішіміз дайын болам дегенше, үстіне қойылған салатын салмамыз да дайын болады. Күрішімізді бұқтырып қойып, үстіне тез дайындалатын салмасын дайындап, үстіне суын құйып, бұны де жай отқа бұқтырып қоямыз. Міне достар, қараңыздар, өте әдемі жай отта қайнап жатыр. Мен осы лавр жапырағын дайын болуға 3 минут қалғанда саламын. 3 минуттан соң лавр жапырағын алып тастаймын. Әйтпесе лавр жапырағының ароматы барлық несіне ұрып кетеді. Міне дайын. Енді ас көгімізге кірсек, ас көгімізді өте майдалап тураймыз. Мен үйде кинза бар, кинза шөбін өте жақсы көремін. Сол үшін кинзаны қолдандым. Сіздерде укроп, петрушка болса саласыздар. Міне күрішімізде дайын, өте керемет. Қараңыздар, жабыспайды, дара-дара. Мен әдемі қылып салып алу үшін үстіп үлкен кесеге кіші кесені төңкеріп қойып, үстіне күрішті салып, үстіп дайындап, кесені төңкеріп алған кесе іші ойық болып тұрады. Сол ойық болып тұрған жерге салмамыз саламыз. Күріш құлап кетпеу үшін жақсылап нығыздап басып салыңыздар. Күрішті көрдіңіздер ме? Дара-дара болып піскен, өте әдемі, дәмді. Міне, енді үстін басып жібересіз. Міне осылай әдемі ортасына енді салмасын саламыз.
міне осылай дайын болды. Өте әдемі дастарханда адамның тәбетін ашады. Ас адамның арқауы дейді ғой. Астарыңыз дәмді болсын. Ас болсын достар. Менің тамақтарым ұнап жатса, маған тіркеле кетулеріңізді ұмытпаңыздар.